Қазақстан Республикасы демократиялық әрі бейбіт мемлекет болғандықтан мен былай дегім келеді. Әлемнің бір адамы ретінде ақ жүрегім Елімізде зорлық-зомбылықтың болмауы үшін барымызды саламыз. Әлемді зорлық-зомбылықсыз қорғау үшін әртүрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бірақ бұл іс-шаралардан қатыгездік азаяр емес. Оларға қамқоршы баланың абыройы мен құқықтарын құрметтеу бұл тек мемлекеттің ғана емес, сонымен қатар жекелеген әрбір адамның міндеті. Қазіргі заманда қатыгездік, зорлық-зомбылық көбейіп, олардың көбейіп бара жатқанын көз көріп, құлақ естіп отыр. Зорлық-зомбылықпен табысты күресу үшін бірінші кезекте осы қоғамның көзқарасын